Сәлем достар, бүгін сіздерге Writing Task 2, Chapter 6, Ways to Generate Ideas for Essay. Кез келген адам эссе жазатын кезде бірінші мәселе ойына идеялар дұрыс келмейді. Біз осыған дейін сіздерменен шаблон үйрендік. Сол шаблонға қарай отырып, қалай идеяларды жасап, қалай эссені жазып шығу керек болатын болса, бүгін солардың тағы да қосымша бір форматы, идеяларды қайдан табуға болады және идеяңызды қалай жүйелеуге болады. Осы нәрсені түсініп алыңыздар. Одан кейін тағы да бір сыпыра жұмыстар жасаймыз. Кеттік. 5 ways to generate ideas, tips on generating ideas. Кеттік, осыларды үйренеміз бүгін. Бірінші жолы, достар, бұл top-down method деп аталады, немесе жоғарыдан төмен қарай түсесіз. Мысалы, сіз бір тақырыпты көретін болсаңыз, сол тақырыптың негізгі позициясын, яғни өзіңіздің позицияңызды анықтайсыз, екі жақты анықтайсыз, advantages, disadvantages, немесе 2 points plus your opinion, сол сияқты екі жағын анықтап аласыз да, одан кейін идеяларды жазып шығасыз, оған мысалдар жазып шығасыз. Бұл стандартты метод, top-down, яғни жоғарыдан төмен қарай. Кейбір сұрақтарға келген кезде біздің ойымызға бірден екі түрлі идеяға бөліп тастау келмей тұрады. Сол үшін біз bottom-up жүйесін қолданамыз, яғни астыдан үстіге қарай. Алдымен ойымызға келген мысалдарды табамыз, сосын сол мысалдардан идеялардан екі негізгі позиция, жаңағы екі негізгі жақты тарапты таңдаймыз, одан кейін жоғары жағында өзіміздің позициямызды анықтап көрсетеміз. Осы bottom-up жүйесі, яғни астыдан жоғары қарай деген сөз. Окей? Top down. Жоғарыдан төмен қарай болатын болса, біз қалай көрсетсек дұрыс болады. Мысалы, мынандай сұрағымыз бар біздің алдымызда, осыған дейін де талқылап жүрген сұрақ. The internet has made many things in our lives simpler. However, it has also brought new threats. Do the advantages of using the internet outweigh the disadvantages? Интернеттің артықшылықтары кемшіліктерін басып озады ма дейді. Бұл жерде біздің позициямыз қалай болу керек, екі тарапымыз қалай болу керек, идеялар, экзамплдар қалай болу керек, мынандай бір шаблонный немен көрсетіп жатырмыз, графикпенен қараңыз. Position, мысалы, internet is here to stay, яғни интернет туралы біз айтып жатқандықтан негізгі позиция бұл интернет. Одан кейін екі тарап, біреу бізде advantages, біреу disadvantages, немесе threats деп көрсетсек болады, қауіптер. Одан кейін идеяларға, мысалы, идея ретінде бұл интернеттің advantage бөліміне кіретін нәрсе, бұл easy to communicate, мысалы, бір-бірімен байланысқа түсу үшін адамдарға. Businesses expand abroad, яғни бизнестер әлемге тарайды, кеңейеді деген сөз. Easy to search for information. Информацияларды іздеу үшін бұл интернет таптырмас бір құрал. Значит, бізде бұл үшінші бөлімге кіреді екен. Ал threats-тардың ішіне қарасақ, cyber security threats, яғни киберсекьюрити, сіздің информацияларыңыз интернетте жоғалуы мүмкін, немесе басқа бір адамдардың қолына түсуі мүмкін деген сияқты. Одан кейін bullying, яғни сізге біреулер шантаж жасайды, немесе сізді мазақтайды деген сияқты ғой. Fake news, жалған ақпараттар интернетте тарайды. Бұл да интернеттің жаман тараптары. Енді examples, мысалдарға келетін болсақ, email and video calls, easy to communicate-ға. Одан кейін бизнестердің алдыға қарай кеңеюі дейтін болсақ, online shopping, online payments. Бұл енді бизнестің әлемдік деңгейге тарауы. Google search, easy to search for information. Cyber security-ға келсек, мұнда бізде Yahoo хак жасалынған болатын. Одан кейін Facebook-тағы сізге жазатын жаман комментарийлар, YouTube-тағы жаман комментарийлар болуы мүмкін. Американың сайлауындағы шыққан фейк ньюстар, бұлардың барлығы бізде жаман тарапына кіретін болады. Яғни бұл сіздің body параграфтар жазуыңызға қажетті идеялардың барлығы осындай бір формуланың ішіне енетін болса, немесе графиктің ішіне енетін болса, сізге ыңғайлы болады ойыңызды жүйелеу. Енді bottom-up жүйесіне қарайтын болсақ, онда бізде мысалы тура сол сұрақ берілді дейік, ол кезде қалай жасар едік. Мысал ретінде ойымызға не келеді, сразу жазып шығайық. Немесе түртіп жоспарын жасайтын кезде көріп шығайық. Қандай мысалдар болуы мүмкін интернеттің жақсы жаман тарапы бойынша. Интернетпен біз не істей аламыз? Email көреміз, WhatsApp-қа жауап береміз, онлайн төлемдер жасаймыз, онлайн шопинг болады. Google search болады. Жаман тараптары біреулер бізге жаман хаттар жазады деген сияқты. Біздің ақпаратымызды біреулер ұрлап алады деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Идеялар ретінде қарасақ, әрине email мен WhatsApp бізде бұл коммуникация мәселесі. Онлайн төлемдер менен онлайн шопинг бұл бизнестің дамуына әсер етеді. Google search бұл информация іздеу үшін қажетті. Біздің информациямыздың ұрлануы бұл security threats.
яғни сіздің қауіпсіздігіңіз ол жерде тапталады деген сөз. Және bullying бұл сіздің уже жеке тарапыңызға біреулердің не жазуы, жаман хаттар жазуы, бұл идеяларға кіріп шығады. Енді бізде екі тарапты алып қарайтын болсақ, жақсы жақтары интернеттен көп, бұны advantages-ға енгіземіз де, жаман тараптарына threats деп көрсетеміз. Бұның барлығы бізге нені сипаттайды? Интернетті сипаттайды. Көрдіңіз бе? Астыдан үстіге қарай идеяларды жинақтау формуласы бұл, немесе таблицасы деп қарасаңыз болады. Келесі бір жолы бар, бұл simplify the question, яғни сізге осындай бір сұрақ беріледі, сол сұрақты бөліп жаңағыдай кішкентай кусоктарға бөліп, сол жерден ойыңызды жинақтасаңыз болады. Мысалы, however, it has also brought new threats. Do the advantages of using the internet outweigh the disadvantages? What are the advantages of using the internet? Біз осыны анықтап алуымыз керек. Немесе мынау advantages деген сұрақты жеңілдетіп аламыз. Немесе what do I use the internet for? Интернетті мен не үшін қолданамын? Деп простой сұрақ қоямыз да, сол простой сұраққа простой жауап береміз. To send emails, to buy goods online, to search for information, to do some amusing things, let's say like watching films, playing computer games деген сияқты нәрселерді интернетті қолдану арқылы жасайсыз. Оны сіз жазып аласыз. Бұл енді жақсы тараптары интернеттің, дұрыс қой. Енді what are the disadvantages of using the internet деудің орнына бұны оңай бір сұрақпенен ауыстырайық. What are the dangers of using the internet for me? Маған қаупі не интернеттің? Конечно, біздің банковский информацияларымыз жоғалып кетуі мүмкін. Немесе біреулер бізге жаман комментарийлар, немесе мазақтап жазуы мүмкін, жаңа закрытый аккаунтпенен ше. Білмеймін ғой, енді сондай көңіліңізге тиетін нәрселер жасалынуы мүмкін. Деген сияқты бір идеялардың барлығын бір жиынға келтіріп аласыз да, бұны сіз үлкен сұрақты кішкентай түсінікті сұрақпенен алмастырып, соған өзіңіздің ойыңызды қосып жаза аласыз. Енді тағы бір методика бар. Бұл жерде сіздің эссеңіздің сұрақтарына жауап беру үшін мына 4 сұраққа жауап берсеңіз, сол эссенің тақырыбына байланысты, онда сізге кішкене жеңілдеу болады ойыңызды жүйелеуге. Мысалы, why, where, how and what if деген сұрақтар. Why, почему, where, где, how, қалай, what if, егерде осылай болса. Мысалы, why do I use the internet? Where do people use the internet? Қай жақта қолданады? How the internet changed my life? How can I use the internet for? Мысалы, осылай қойсаңыз. What if there were no internet? What if I couldn't use it for some time? Егерде қолдана алмасам. Осы 4 сұрақты қою арқылы сіз advantages, disadvantages, немесе positive, negative sides, осыларды анықтау, немесе opinionдарды анықтап алу үшін осы 4 сұрақты қою арқылы да ойыңызды жүйелесеңіз болады, достар. Тағы бір метод бар, бұл сіз басқа бір досыңызбенен осы тақырыпты талқылап атқан сияқты ойыңызды елестетіп көресіз. Мысалы дейік, давай, what would you say if your friend asked you the question? Сізге мысалы досыңыз сұрақ қоятын болса, тура жаңағы экзамен кезіндегі сұрақты қоятын болса, сіз қалай жауап берер едіңіз? Осы нәрсеге ойланып қарасаңыз, бәлкім сіздің уже жауап беру мүмкіндігіңіз одан сайын артады, достар. Окей? Мысалы дейік, сізден сұрауы мүмкін да, интернет сен үшін пайдалы ма, зиян ба? Сіз уже жауап бересіз. Пайдалы деп айтатын болсам, онда мен мынандай мысалдармен айтар едім. Зиян деп айтатын болсам, онда мынандай мысалдармен айтар едім деп ойыңызды жүйелеуге, как будто жаныңызда подружкаңызбен сөйлесіп отқандай бір ой келтірсеңіз, сізге жеңілірек болады деп ойлаймыз. Tips generating ideas, яғни бір идеяларды жинақтаудың қосымша бір ақпарат ретінде айтсақ, ideas don't have to be interesting, but they do have to be relevant. Айтады, сіздің эссеңізді жазатын кезде идеяларыңыз идеальный болмауы мүмкін, немесе қызық болмауы мүмкін, бірақ тақырыпқа тікелей қатысы бар мәселе болатын болса, даже банальный нәрсе жазсаңыз да, қарапайым нәрселер жазсаңыз да, онда тақырыбына қатысты нәрсе болса болғаны. Яғни бұл жерде сіздің эссеңізді тексеретін адам сізді сынамайды. Осыны ескеру керексіз. Екінші мәселе, don't overgeneralize. Мен көбіңіздің эссеңізден көретін қате, бұл бір тақырыпты ашу үшін сіз слишком алыстан бастайсыз да, мысалы, адамдар негізі әлемде жақсы өмір сүрулері керек, Қазақстанда адамдар күшті өмір сүріп жатыр, менің қаламда осындай деп. Яғни сіз бір тақырып, кішкентай тақырыпқа кіру үшін сіз әлемнен бастап кетесіз, немесе там планетаның сыртына шығып кетесіз деген сияқты ғой. Ондай нәрселер қажет емес, өйткені сіздің көп ойыңыздың шашыраңқы екендігін көрсетеді. Бұл сіздің балыңыздың төмен алып қалуыңызға, балды төмен алып қалуыңызға ықпалын береді, достар. Сол үшін оны мұқият болыңыздар.
Мысалы мынандай бір екі түрлі параграф бар деп қараңыз алдыңызда. Қайсы сіздің ойыңызша дұрыс болуы мүмкін? Мысалы біріншісін оқып қараңыз, паузаға қойсаңыз болады видеоны. Internet has made it easy to communicate with people in different countries. For example, although my family lives abroad, we keep in touch via WhatsApp messages and Skype video calls. Интернет коммуникацияны жеңілдетті дейді. Менің ата-анам басқа елде тұрғанына қарамастан біз WhatsApp немесе Skype арқылы сөйлесеміз дейді. Немесе екінші параграф бар. The internet occupies an important place in our lives. Many people cannot imagine spending a day without using the internet. The internet is a great invention that has changed our world. Бұл жерде не дейді? Интернет дейді біздің өміріміздің үлкен бір бөлігін алады дейді, маңызды бір бөлігін алады. Көп адамдар өздерінің өмірлерін интернетсіз елестете алмайды. Интернет бұл біздің өміріміздегі, біздің әлемдегі дейді ең үлкен жаңағыдай ашылған жаңалықтардың біреуі дейді. Қайсы осылардың нақты бізге керекті параграф, яғни қайсы біз параграф ретінде жазсақ қабылданар еді деген сұрақ болатын болса, әрине бірінші параграф дер едік. Өйткені не, бұл жерде нақты бір теманы айтты, коммуникация үшін пайдалы деді. Одан кейін мысал ретінде WhatsApp пенен Skype арқылы сөйлесеміз деп нақты мәселенің барлығын жауап бітірді. Көрдіңіз бе? Ал екінші параграфқа қарасаңыз, тек қана общий информациялар, адамның өмірінде интернет көп жақсы маңызды рөл атқарады, адамдар интернетсіз өмір сүре алмайтын болды деген сияқты, немесе интернет қазіргі ашылған жаңалықтардың ең маңыздылары, әлемді өзгертті деген сияқты жалпы ғана ақпараттар. Сол үшін бұндай нәрселерді жазбауға тырысыңыздар. Жарайды ғой. Сайып келгенде, қорыта келгенде біздің 5 идеямыз бұл top down and bottom up, осы екі идея, астыдан үстіге, үстіден астыға ойларыңызды жинақтау, досыңызбен сөйлесіп отқандай бір елестету көз алдыңызға, 4 сұраққа жауап беру, және 5-шісі бұл біздің simplify the question, яғни сізге берілген үлкен бір сөйлем болатын болса, сол сөйлемнің ішіндегі сұрақтарды жеңілдетіп, өзіңіз сол сұрақтарға жауап тапсаңыз, сіздің ойыңыздың жинақталуына пайдасын тигізеді, достар. Және ұмытпауымыз керек, біздің мына шаблонымыз бар, idea generation template. Осыған қарап біз сұрақ берілетін болса, алдымен эссенің қандай түрдегі эссеге жататындығын анықтап алуымыз керек. Өйткені бізде task requirement бар. Яғни қандай сұрақ берілсе, сол сұраққа сәйкес жауап берілу керек. Сол үшін де біз қандай типтегі сұрақ қойылып жатқандығын анықтап аламыз. Бізде 5 түрлі эссе бар. Еске түсіріңіздер. Сосын two sides, яғни сіз міндетті түрде екі body параграфқа жазатын екі түрлі тарапты жазуыңыз керексіз. Я advantages, я disadvantages, я positive, я negative sides деген сияқты. Сосын барып idea, example, explanation, бір идеяны жазасыз, оған мысалдар жазасыз. Ол идея advantagesке кіретін идея болуы мүмкін, және disadvantagesке кіретін идея болуы мүмкін. Одан кейін оған мысалдарын бересіз. Көрдіңіз бе? Осылай ойыңызды жүйелеп, осы шаблонды ойыңызды елестете отырып шын экзаменде жазатын болсаңыз, онда сіз көп уақытыңызды үнемдеп, жүйелі түрде бір эссе жазып шыға алатын боласыз. Окей? Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.